Мен Дадашев Шауқат, Түркістаннан келіп отырмын. Осы балам 3 жасынан көп ауырып, қиналып, осы кезге дейін қиналып келді. Мына ауырғанда осы көктемде қозатын тұғын несі, аллергиясы. Бармаған жерлеріміз қалмады, қолданбаған дәрілеріміз қалмады, көп дәрілерді қолдандық. Мына Қарлығаш ханым мен Эльмира ханымнан естіп, химофимді көрдік, соны пайдаланып жатырмыз 3 айдан бері. 3 упаковкасын қолдандық. Нәтиже жаман емес, жақсы. Мына биылғы көктемде ентіккен нелеріне бәрі қалды. Результат бар, Құда қаласа. Міне енді келіп отырмыз, мына 4-ші упаковкасына. Өзіміз келіп арнайы осы Шымкентке келдік. Өздерінен бір ауыз келіп, тағы да баламды ризашылығын білдірейін деп. Жақсы. Нәтиже бар. Керемет, Шауқат аға. Балаңыз қанша жасынан бастап ауыра бастаған негізінде? 3 жасынан бастап ауырған тұғын, 3 жасынан. Көктемді қиналатын, көктемді қозатын тұғын жаңағы. Содан мұның қанша докторларға жатқыздық. Не дейміз? Гормональный пайдаланатын бет? Гормональный пайдаланған, эфиолин пайдаланды, сосын жаңағыны неді ата. Қайсыйды? Қазір қаншада балаңыз? Балам 14-те, Құда қаласа. 14-те. Аты кім? Аты Шахрух. Шахрух аты. Шахрух. Керемет. Сіз 3 упаковка ішіп? 3 упаковка ішіп, мына результат бар, Құдайға шүкір. Міне сол 4-ші упаковка келіп алып кетейін деп отырмыз. Қасына мына аспиринді пайдаланып отырмыз. Бұның да пайдасы жақсы екен. Көзетіңіз аты көрінбейді да камера. Сол Түркістаннан арнайы сіздерге келдік, мына ризашылығымызды білдіруге. Рахмет. Сіз негізінде бірінші нәтижені қанша күннен кейін байқай бастадыңыз да, хемохим ішкен кезде? Бір упаковкасын іштік, содан кейін бар, уже жаңағы жөтелгендері шамалы неғыла бастады. Кемейе бастады. Сосын барып, қазір мына Нұрсатқа барып, обследование алып келдім. Жаңағы доғдырларды да көрсеттім, доғдырларды жаңағы жақсы деп нәтижесін айтты. Ешқандай жаңағы өпкесінде шырыл жоқ деп, жаңағынандай шырылдайды, не ғой жаңағына. Отдышка ма? Отдышкасы жоқ деп, оларды несін айтты жаңа. Результаты. Диагнозды қойды, я. Шүкір, тоба. Сен өзің не айтасың? Шахрух, айт. Жақсы, мен бұрын қатты қиналатын, енді қазір жақсы. Қиналғанда ентігіп демаламай ма? Иә. Қанша уақыт болды жақсы демалып, өз-өзіңе келіп? 2-3 ай болып қалды. 2-3 ай болды ма? Аллаға шүкір. Рахмет сіздерге келіп, өстіп нәтижелеріңізді айтқандарыңызға. Енді қазір мен өзім толқып тұрмын, жақсы да сөйлемей жатырмын. Егер кем келсе болса кешіресіздер. Телефоныма соғып, өзімнен результат сұрасаңыздар болады. Сенбеген адам болса. Сіз хемохим тек қана іштіңіз? Тағы спирулин іштіңіз, иә? Спирулин іштік, иә. Спирулин қанша упаковка іштіңіз? Бір упаковка іштік, сосын барып омега 3-тен тағы алып, сол омега 3-ті ішіп жатырмыз қосып. Шүкір, тоба. 2 ай іштік қой, нені спирулин, 2 ай қосып іштік. 3-ші айға омега 3-ті алдық. Енді мұны спирулинді тағы қосып 4-ші упаковкамен алып жатырмын, Құда қаласа. Аллаға шүкір, емін көріңіз. Емін көріп жатырмыз, соның нәтижесі болғасын, міне өзімізге ризашылығымызды білдіруге келдік. Түркістаннан Шорнақ деген ауыл бар, сол ауылдан келіп отырмыз, Құда қаласа. Шүкір, тоба, аман сау болыңыз. Рахмет.